Сәлем достар, бұл видеода мен өзім айтқан Бердібек Соқпақбаевтың екінші кітабы және ондағы жазылған шығармалар туралы айтпақпын. Бұл кітап өзім айтқандай бірінші томдағыдай Қазақпарат баспасы Алматыда шыққан 2004 жылғы. Және екінші том кітабы бірінші томда Бердібек Соқпақбаевтың өлгендер қайтып келмейді деген шығармасы туралы баяндалады. Бұл екіншісінде Аяжан деген хикаят және балалық шаққа саяхат деген шығарма берілген, әңгіме берілген. Бірінші Аяжан деген хикаят туралы айта кететін болсам, бұл өте шағын шығарма, барлығы 67 бетті құрайды. Және бұда қаладан келген қарапайым Кіттай Аяжан деген қыздың ауылда көрген қызықты оқиғалары туралы баяндалады. Ал кейіпкерлерге келетін болсақ, бұның ішінде Аяжан және жаңадан екінші сыныпта оқитын Аяжанның досы Ораз, Меруерт апай, Батима және Сарыбай деген атасы ауылдағы, Мариям деген анасы Аяжанның, және Нұрдаулет, Зәуре деген сынды кейіпкерлерді кездестіреміз. Бұл шығарманы көбінесе оқуға мектеп жасындағы балаларға кеңес берер едім, себебі өте қызық оқиға. Мен бұны 10 балдың ішіне 10 дегенді беремін. Bir күннің арасында оқып шығуға болады. Екінші шығарма, бұл басты шығарма, мен үшін басты болған шығарма, бұл балалық шаққа саяхат деген шығарма. Көлемді 284 бетті құрайды бұл кітапта. Және ішінде 50 шақты оқиға баяндалған. Әңгіме түрінде жазылған, қысқаша 50 шақты әңгіме десек болады. Бұл кітаптың ішінде қосымша 4 әңгімесі берілген Бердібек Соқпақбаевтың. Бірақ маңыздысы бізге бұл балалық шаққа саяхат деген хикаят. Бұл шығарма 1960 жылы шығарылған шығарма. Бұл шығармада Бердібек Соқпақбаевтың бастан кешкен балалық шақтағы оқиғалары баяндалады. Жалпы айтқанда өмірі десек болады. Кішкентайынан қаншама қиындықтар көреді, кішкентайынан киімнен қаншама зарлық табады, және қиын жұмыстарды істеп жастайынан өскен бала. Бұл шығармада Сатылған деген осы Бердібектің ағасы туралы, және Смағұл деген әкесінің інісі, Ыдырыс деген әкесі мен Әспет деген шешесі туралы баяндалады. Жалпы бұда деген сол кішкентай кезіндегі өмірінің өткен кезіндегі көрген оқиғалары, қиыншылықтары, қызықты шақтары туралы баяндалады. Бұған мен 10-нан 7 деген балды берер едім, бір рет оқып шығуға болатын шығарма. Жалпы осылай. Сонымен сіздерге осы видеоны қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар.